Сәлем, менің атым Саяхат, ал мен қазір аспанмен бірге армандарында қалықтап бара жатқандай. Төменде Маңғыстау, менің туған өлкем. Міне, мен жеттім Ақтау қаласына, Каспий теңізінің жағасындағы ерекше қалаға. Ақтау әуежайы Маңғыстауға ашылған қақпа. Осы жерден мұндаған саяхат басталады. Мен алғаш рет келіп тұрғандай толқып тұрмын. Ал шын мәнінде бұл жер менің үйім. Ал енді жүріңіздер, Ақтаумен бірге танысайық. Ақтау Қазақстандағы ерекше қала. Мұнда көшелердің аты жоқ. Бәрі шағын аудандармен белгіленген. Сондықтан біз мекен-жайды сандармен табамыз. Міне, көрдіңіз бе? Бұл Ақтаудың өзіне ғана тән ерекшелігі. Ал мынау Маңғыстау туризм колледжі. Бұл менің колледжім, менің ортам. Мұнда туризм, қонақжайлылық пен кәсіби білім тоғысады. Қош келдіңіздер. Іші заманауи, жарық, әрі өте әдемі. Мұнда болашақ туризм мамандары өсіп шығады. Ақтау Каспий теңізінің жағасында орналасқан жалғыз қала. Бұл теңіз мұхит емес, бірақ оның да өз мінезі, өз тарихы бар. Кейде ол тыныш, ал кейде толқындармен сыр шертеді. Ал мынау Шерқала. Ертеде бұл тау бекініс болған дейді. Аңыз бойынша, оны жау ешқашан бағындыра алмаған. Сондықтан ол еркіндіктің символы. Бозжыра. Бұл жерге келгенде өзіңді басқа ғаламшарда жүргендей сезінемін. Мұнда уақыт тоқтап қалғандай, ал табиғат өз тілінде сөйлейді. Айрақты, алт тастар мекені. Жел мен уақыт осы тастарға мыңдаған жыл бойы сурет салған. Әр жартас бір тарих. Маңғыстау тек жер емес, бұл рух. Ал мен Саяхат. Сіздерді осы рухпен таныстыруды жалғастырамын.